Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге өте ерекше тағамның түрімен танысатын боламыз. Бізге бар жоғы күріш және жұмыртқа қажет. Өте осындай дәмді, көріп тұрғандарыңыздай керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге алдымен күріш қажет, оның үстіне су және сүт, аздап тұз және де 2 ас қасық құмшекер салып 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Және де пісіріп, оны суытып болғаннан кейін үстіне 2 жұмыртқа қосып, блендермен осылай жақсылап, осылай сұйық болғанша қозғап аламыз. Және де аздап май құйып, табамызды қыздырып, дәл осылай қуырып аламыз. Міне бар жоғы осы ғана. Дәмін айта алмаймын, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әсіресе балаларыңызға өте қатты ұнайды. Қатты майлы болып кетпеу үшін майды аз ғана қоссаңыздар болады осылай. Міне өте дайын болды, жылдам дайын болады. Сіздермен болған әйгерім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Хош, сау болыңыздар.